Алдағы 3 жылда еліміздің республикалық бюджеті 23 триллион теңгеден асады, ал инфляция деңгейі 5-7%-ке дейін төмендейді. Келер жылы жалпы ішкі өнімнің нақты өсуі 5,4% деңгейінде күтіледі. Бюджет бұл жоспар, қаржылық карта. Онда қанша ақша түсетіні және қайда жұмсалатыны жазылады. Былайша айтқанда кірістер мен шығыстардың жиынтығы. Кіріс, салықтар, төлемдер, кедендік пайдалар және тағы басқа табыс көздерінен құралады. Ал шығын жолдар, ауруханалар, мектептер салуға, қауіпсіздікке, зейнетақы, жалақы және біздің күнделікті өмірге әсер ететін барлық қызметтерге кетеді. Еліміздің республикалық бюджетінің шамамен 70%-ін салық түсімдері құрайды. Мемлекет адал жұмыс істейтін салық төлеушілердің мүддесін қорғайды. Олардың адал еңбегінен түскен салықты елімізді дамытуға жұмсайды. Салықтан түскен әр теңге халықтың игілігіне жұмсалуға тиіс. Бұл азаматтарға сапалы мемлекеттік қызмет көрсетіліп, инфрақұрылым салынып, мемлекеттік қолдау шаралары ұсынылу қажет деген сөз. Мемлекеттік қаржы 3 деңгей бойынша бөлінеді. Республикалық бюджет бұл бүкіл ел көлеміндегі қаржы. Аймақтық бюджеттер онда әр облыс, әр өңір өз бюджетіне ие. Жергілікті бюджеттер онда қалалар мен аудандардың өз қаражаты бар. 2026 жылы жергілікті бюджет кірістері 10,7 триллион теңге болады деп болжануда. Агроөнеркәсіп кешенді субсидиялауға арналған шығыстар, суарудың су үнемдейтін технологияларын енгізуге арналған қаражат, жаңадан іске қосылатын объектілерді күтіп ұстауға арналған шығыстар және басқа да шығыстар 2026 жылға 1,5 триллион теңге, 2027 жылға 1,6, 2028 жылға 1,7 триллион теңге көлемінде қосымша ескерілді. 2026 жылға арналған субвенциялар 5,2 триллион теңге, алып қою 179,9 миллиард теңге көлемінде жоспарланып отыр. 2028 жылы Павлодар облысы өзін-өзі қамтамасыз етеді, ал Маңғыстау облысы қайтадан донор болады. Еліміздің даму бюджеті жыл сайын артып келеді. Мәселен, 3 жылға арналған өңірлерді дамыту бюджеті 9,1 триллион теңге. Дәлірек айтқанда 2026 жылы 1,8 триллион теңге, 2027 жылы 3,2 триллион теңге және 2028 жылы 4,1 триллион теңге. Келер жылы елімізде жалпы ішкі өнімнің нақты өсуі 5,4% деңгейінде күтіледі. Социальную поддержку от государства будут получать только граждане, которые не имеют по различным объективным факторам возможности работать и сами себя обеспечивать. Тот человек, который может работать, он должен работать. Государство его содержать не должно и не будет. 2026 жылы әлеуметтік салаға 10,8 триллион теңге бағытталатын болады. Оның ішінде 6,8 триллион теңге әлеуметтік төлемдер және 4 триллион теңге адами капиталға арналған инвестициялар. Ал ел экономикасының өсуі нақты сектор мен қызмет көрсету саласындағы өсудің есебінен қамтамасыз етілетін болады. Еліміздің 3 жылға арналған бюджет параметрлері экономиканың серпінді дамуына бағытталған.